Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен жедел жәрдем қызметкері Ташжан Мұхаммед-Әли. Бүгінгі айтылатын тақырып қан кету. Қан кетудің түрлері және венозды қан кету кезінде дәрігерге дейінгі көмек. Жалпы қан кету дегеніміз жүрек қан тамыр жүйесінде, яғни қан тамырдың бүтіндігінің бұзылып, қанның сыртқа кетуі. Жалпы сонымен қатар оған түрлі факторлар әсер етеді, жарақаттар әсіресе. Жалпы қан кету үшке бөлінеді. Яғни тамырлары бойынша артериялық қан кету, яғни артерия қан тамырының бүтіндігінің бұзылуы. Венозды қан кету және капиллярлы. Капиллярлы яғни ұсақ қан тамырларының. Әрқайсының өзіндік ерекшеліктері болады. Яғни артериядан қан кеткен кезде қалай білеміз? Қараған кезде қанның түсі алқызыл болады, ашық қызыл және фонтан сияқты аттылайды ол жерде. Қысыммен шығады. Және келесі венозды қан кету. Венозды қан кету кезінде, бұл кезде әрине қан қара түсті, қою қара түсті және бір қалыпты жаймен кетіп жатады. Бұл дегеніміз қауіпсіз дегенді білдірмейді. Бұл да өте қауіпті венозды қан кету. Тез арада көмектесу керек. Және үшіншісі ұсақ қан тамырлардан қан кету, яғни капиллярлы қан кету, ұсақ қан тамырларының. Ал енді осы бүгінгі айтатын тақырып жалпы венозды қан кету. Венозды қан кету кезінде дәрігерге дейінгі көмек қалай көрсетеміз? Бұл кезде әрине уақыттың маңыздылығы өте зор. Ал ендеше венозды қан кету кезінде дәрігерге дейін қалай көмек көрсетеміз? Ал ендеше кеттік. Әдетте венозды қан кету кезінде уақыттың маңыздылығы өте зор. Сол үшін қолымызда медициналық қорапша болса тез арада алып кеп, бір винтті, яғни қалың түрде үстінен қан кетіп жатқан аймақтан басып, екінші винтпен сол жерде тигізіп, айналдыра ораймыз. Қаттырақ қысып. Айналдыра орап шығамыз. Және де егерде қан көп мөлшерде тағы кетіп жатқан болса, тағы да үстінен бір винтпен басып, тағы да айналдыра ораймыз. Қолымыздағы бар затпен әрекет жасаймыз үй жағдайында дәрігерге дейін. Жалпы қан кеткен кезде ең алдымен қан кеткеніне қарап тұрып, оның қандай қан тамырдан кетіп жатқанын анықтаудың маңызы зор. Осыған сай көмек көрсетесіздер. Мейлі бұл түрлі жағдайда кездеседі. Мысалы, табиғат аясында немесе үйде қандай заттар бар, сонымен мейлінше көмек көрсетуге тырысасыздар. Әрине, барлық адамның үйінде осындай аптечканың болғаны дұрыс. Бір адамның өмірін құтқаруға себеп болады. Қан кеткен кезде өздеріңіз білетіндей алдымен жедел жәрдемге қоңырау шаласыздар. Содан кейін осылай көмек көрсетесіздер. Венадан қан кеткен кезде. Біз аяқтан кеткен жағдайда да, қолдан кеткен жағдайда да ол жерді таңып байлауға тырысасыздар. Венадан қан кеткен кезде. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, және өздеріңіздің жақындарыңызға жіберіңіздер.